Так, мемлекеттік емтиханның сіздерде бір мынау нұсқасын қарастырып көретін боламыз. Так, бірінші есепке қараймыз. Бірінші есепте бізде өрнекті ықшамдаңыз дейді. Так, бұл сіздерде 7-ші сыныптың программасы да. Так, екі аны жақшаның сыртына шығарып жібересіздер. Так, сонда бізде қалды y-тің кубы. Так, мынадан да екі аны жақшаның сыртына шығарып жіберетін болсаңыздар, минус 2a b қалады. Так, сонда сіздерде 2a мен 2a қысқарып кетеді. Бізде y-тің кубы бөлімде минус 2a b қалады. Минус алдына шығарып жібересіздер, сонда бізде a жауабы тура болады. Екінші есепке қараймыз. Бөлшектің бөлімдегі иррационалдықтан құтылыңыз дейді. Иррационалдықтан құтыл деген сөз, мынау түбірдің астындағы сандарды жоғалтуымыз керек. Ол үшін біз не істеуші едік? Мынау берілген бөлімдегі сандарды біз түйіндесіне көбейтіп жіберетінбіз. Түйіндес дегеніміз не еді? Так, мен берілген жазып қояйын. 4 бөлінген түбір астында 10 қосылған түбір астында 2 дейді. Түйіндесі деп отқандарыңыз, осы түбір астында 10 қосылған түбір астында 2-нің сіздерде минус таңбасымен алынғандағы мынандай бір сан. Яғни түбір астында 10-нан түбір астында 2-ні аламыз. Бұны бөліміне көбейткендіктен, алымына да сіздер көбейтуге міндеттісіздер. Так, енді қараймыз. Мынау деп отқандарыңыз a квадрат минус b квадрат. a минус b, a плюс b дегенге келіп тұр. Яғни түбір астында 10-ның квадраты сіздерде 10-ға тең. Түбір астында 2-нің квадраты бізде 2-ге тең. Так, бөлімдегі мынаның өзін жазып қойыңыздар. Түбір астында 10 азайтылған түбір астында 2. Так, мынадан 8 қалады, түсінікті. Так, 8 бен 4 қысқаратын болса, мына жерде 2 қалады. Мына жерде 1 қалады. Сонда сіздерде қай нұсқа? В нұсқасы дұрыс болады дейсіздер. Үшінші есепке қараймыз. Үшінші есепке қарайтын болсаңыздар, түсінікті, мынау қосылғыштың орындар ауысқанмен мәндер өзгермейді. Сондықтан сіздер b қосылған 3-ті жақшаның сыртына шығарып жіберулеріңіз болады. b қосылған 3-ті жақшаның сыртына шығаратын болсақ, бізде біріншісінде не қалады? a қалады, екіншісінде 1 қалады. Сонда бізде бұл жауабы d нұсқасында. Так, төртіншісіне қараймыз. Өрнектің мәнін көрсетіңіздер дейді. 24-ті түрлендіріп жазуларыңызға болады. Түбір астында 6-ны өзін жазып қойыңыздар. 24-ті біз 4 пен нешенің көбейтін істеп аламыз? 6-ның көбейтін түрінде жазасыздар. Түбір астында 6 көбейтілген 4-ті түбірден шығарып жіберетін болсаңыздар, 2 түбір астында 6 болады. Ол деп отқандарыңыз, түбір астында 6 мен түбір астында 6-ны көбейтетін болса 6, 2-ні 6-ға көбейтетін болсаңыздар, түсінікті бізде 12-ге тең болады екен. С жауабы дұрыс болады дейміз. Так, 5-ші есепке қараймыз. Енді мынаны дискриминант арқылы шығарсаңыздар болады. Теңдеуді шешу үшін. Не болмаса сіздерде күрделірек есеп берілетін болса, мынау x-тің орнына мәндерін әкеп қойып тексеріп көрсеңіздер болады. Немесе мынау көзге көрініп тұр. Сіздерде a плюс b-ның квадраты бізде a квадрат плюс 2ab плюс b квадрат болады. Так, мынау 12-ні, так, мынаны 2x-тің квадрат деп жазсаңыздар болады. Қосылған 12-ні 2 мен 3x-ның көбейтін істеп алсақ болады. Так, немесе 2x пен 3-дің көбейтін істеп жазған сіздерге кішкене түсініктірек шақты да. Так, 2x пен, так, не болмаса дұрыс, 2 көбейтілген 3x деп жазсақ, сіздерге кішкене дұрысырақ болады. Так, қосылған, мынау 3-дің квадраты тең болады 0-ге деп алсақ. Енді көзге көрініп тұр, мынау сіздерде, так, 2x қосылған 3-дің квадратының формуласына келді. Сонда бізде x-міз тең болады. Так, мынаны келесі жаққа өткізетін болсаңыздар, минус 3 бөлінген 2, ол деп отқандарыңыз, минус 1/5-ке тең деген сөз. Е жауабы тура болады деп белгілеп қоямыз. Так, арифметикалық прогрессия берілген 8-ші мүшесін табыңыздар дейді. Так, арифметикалық прогрессия мынау бірінші мүшесі, мынау екінші мүшесі, мынау үшінші мүшесі екен. 8-ші мүшесін табу үшін біз а деп белгілейміз де, кешіресіздер. Так, а деп белгілейтінбіз. А8-ді табу үшін бірінші мүшесіне қосамыз 7d-ны, яғни айырым
жеті еселеп көбейтіп көрсететін болсаңыздар, сіздерде 8-ші мүшесі шығады, бірінші мүшесіне қоссаңыздар. Так, сонда бізде бірінші мүшесі бар, бізге айырымын табу керек. Айырымы деп отқандарыңыз екінші мүшесінен бірінші мүшесін азайтып тастаған тең. 18-ден 21-ді азайтамыз. Ол деп отқандарыңыз -3-ке тең. Так, бірінші мүшесі бізде бар, 21-ге тең. Қосылған 7 көбейтілген -3. Так, 21-ден 21-ді азайтатын болсаңыздар, 0-ге тең. С жауабы дұрыс болады дейміз. Келесі есепке қараймыз. Мынау геометриялық прогрессияның 8-ші мүшесін табыңыздар дейді. Енді 8-ші мүшесін табу формуласы сіздерде түсінікті. Бірінші мүшесімен еселігінің 7 дәрежесіне көбейтеміз. Бірінші мүшесі беріліп тұр бізде 9-дан 4 көбейтілген. Еселігіміз 3-тің 7 дәрежесі дейміз. Мына 3-тің 7 дәрежесін есептеп бөлсеңіздер де болады. Не болмаса мынаны былай жазсақ болады. 4 көбейтілген 3-тің 7 дәрежесі 9 деп отқандарыңыз 3-тің квадраты. Мынадан мынаның дәреже көрсеткіштерін қысқартып жіберетін болсаңыздар, сіздерде 4 көбейтілген 3-тің 5 дәрежесі қалады. 4 көбейтілген 3-тің 5 дәрежесі, 3-тің 4 дәрежесі 81. 81-ді 3-ке көбейтетін болсаңыздар, 243. Мынау екеуін көбейтетін болсаңыздар, түсінікті 12, 16, 7, 972. Мынау Е нұсқасы дұрыс болады екен дейміз. Теңсіздіктің дұрыс шешімін анықтаңыз дейді. Теңсіздіктерді шешу үшін біз 0-ге теңестіріп алып, түбірін тауып, интервалдар әдісімен шығарамыз. Мынаның түбірін табатын болсаңыздар, x1, x2 вет бойынша бізде 3 пен 1-ге көбейтіндісі -3-ке, қосындысы -2-ге тең болу керек. Бірінші түбір -3-ке, екінші түбіріміз 1-ге тең болады екен. Боялады, бұл маңызды. -3, сосын 1. Плюс, минус таңбалар плюс. Бізге керегі, мынау минус жағы керек. Сонда жауап бізде -3-тен 1-ге дейінгі деген жауап болады. Ол деп отқандарыңыз Е жауабы. Тік жақша, жай жақшаны дұрыстап қараңыздар. Өрнектің ықшамдалған түрін көрсетіңіз дейді. Мынау түсінікті. А минус Б, А плюс Б-ның қысқаша көбейту формуласына келіп тұр. А квадрат минус Б квадрат. 1-дің квадраты бізде 1, азайтылған синус квадрат. Енді мынау түсінікті. Косинус квадратқа тең болады. Ол қайдан шықты? 1-ді сіздер жаза аласыздар. Синус квадрат қосылған косинус квадрат. Мынау азайтылған синус квадраттың өзін жазып қоясыздар. Синус квадрат пен синус квадрат бөліп кетеді. Сонымен сіздерде косинус квадрат шығады екен. А нұсқасы дұрыс болады деп жазып қоямыз. Ықтималдық табыңыздар дейді. 5 ақ, 3 көк, 7 жасыл шар бар дейді. Ықтималдық бізде, А оқиғасының ықтималдығы бізде М-ді N-ға бөліп жібереміз. Түсінікті, бізде М деп отқанымыз бізде ақ шарларды сұрап тұр. М-міз 5-ке тең. N деп отқанымыз осының барлығы. 5-ті 3-ке қосамыз 8, 8-ді 7-ке қосатын болсаңыздар 15. Мына екеуі қысқарады. Сонда бізде 3-тен 1-ге тең болады екен. Мынау Д нұсқасы дұрыс болады екен. Енді екінші бөліміне өтеміз. Бұл жерде өрнекті ықшамдаңыздар дейді. 3 балл беріледі екен мынау есепке. Сондықтан барлығын дұрыстап жазып отырамыз. Формулаларды ашып жазып қоямыз. Бізге білу керекпіз. Мынау А куб минус Б кубтың формуласын білуіміз керек. Мына жерге былайынан жазып қойсаңыздар болады. А куб минус Б кубтың формуласы бізде А минус Б, А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат болады. Тең болады. Тең болады сіздерде. Ортақ бөлім түсінікті. А куб минус Б куб болады. Мына жерде толықтауышы 1-ге, мына жерде толықтауышы А минус Б-ға тең болады. Сонда бізде А квадрат А минус Б қосылған, Б квадрат қосылған АБ, жақшаның сыртында сіздерде А минус Б. Енді мынадан біз А минус Б-ны жақшаның сыртына шығарып жібере аламыз. А минус Б-ны жақшаның сыртына шығаратын болсаңыздар, бірінші өрнектен қалады бізде А квадрат, екінші өрнектен бізде Б квадрат, А плюс Б қалады. Б квадрат, АБ-ді бөлімінде бізде мынаны қысқаша көбейту формуласымен ашып жазып қойылырыңыз. А минус Б, А квадрат минус плюс АБ плюс Б квадрат. Енді қысқарып кетеді.
Мынау мен мынау қысқарады. Мынау мен мынау не істейді? Бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда бізде жауабы 1-ге тең болады. Мынаның жауабы деп жазып қоюларыңыз керек. Сонда сіздерге толық балл берілетін болады. Так, 12-ші есепке қараймыз. Мына өрнек берілсе дейді. А бөлінген Б'мыз 2-ге тең болатын болса, мәнін табыңыздар дейді. Енді түсінікті, мынаның өзін жазып қояйық. А плюс 2Б бөлінген Б дейді. Ашып жазатын болсаңыздар қандай болады? А бөлінген Б қосылған 2Б-ны Б-ға бөлеміз деген сөз. Б мен Б не істейді? Бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда А бөлінген Б қосылған 2-ге тең болады. Так, бізде А бөлінген Б-ның мәні 2-ге тең дейді. Орнына әкеп қоямыз. А бөлінген Б 2-ге тең, қосылған 2, сонда бізде 4-ге тең болады екен. Жауабы бізде 4-ге тең болады деп жазып қоюымыз керек. 13-ші есепке қараймыз. Так, бізде тангенсті табу керек. Синус берілген. Так, мынау екінші ширекте жатыр дейді. Так, мынаған дұрыстап қараңыздар, бұл сіздерде таңбасына әсер етеді. Тангенстің анықтамасын еске түсіріп аламыз. Тангенс деп отқанымыз синус пен косинустың қатынасы еді. Так, синустың анықтамасын еске түсіріп аламыз. Так, 5 бөлінген 13 дегеніміз не деген сөз? Так, тік бұрышты үшбұрыштың синус деп отқандарыңыз сүйір бұрышына қарсы жатқан катеттің, яғни қарсы жатқан катет деп отқанымыз мынау гипотенузаға қатынасы. Гипотенуза деп отқандарыңыз мынау. Так, енді бізге мынау катетін тауып алу керек. Пифагор теоремасымен тауып, мынаны x деп қоятын болсаңыздар, так, x-тің мәні түсінікті. Гипотенузаның квадратынан азайтамыз мынау катетінің квадратын. Оны түбірдің астына алуымыз керек. 169, 169-дан 25 аламыз. Так, ол деп отқандарыңыз 144, 144 түбірден шығаратын болсаңыздар 12-ге тең болады. Сонда мынау катетіміз бізде 12-ге тең болады екен. Так, бізде косинус белгісіз, осыдан біз косинусты таба аламыз. Косинус деп отқандарыңыз іргелес жатқан катеттің мынау бұрышына, сүйір бұрышына іргелес жатқан катеттің гипотенузаға қатынасы, яғни 12-нің 13-ге қатынасы. Так, мәндерін тауып алдық, енді орнына әкеп қоя саласыздар. Так, мынау екінші ширекте бізде таңбасы косинустың минус болады. Бұл маңызды. Сонда сіздерді орнына әкеп қоятын болсаңыздар, тангенс бізде тең болады екен. Синус деп отқанымыз 5 бөлінген 13. Так, минус 12 бөлінген 13. Так, мынаны керісіне көбейтеміз. Так, 13 пен 13 қысқарады. Сонда сіздерде минус 5-тен 2-ге тең болады екен. Так, жауабы тангенс бізде тең болады минус 5-тен 2 деп жазып қоюымыз керек. Келесі есепке өтеміз. Ара қашықтығы 900 км болатын екі қаладан бір-біріне қарама-қарсы екі пойыз шықты дейді. Олар жол ортада кездескен. Бірінші пойыз екіншіден 1 сағат кеш шығып, екінші пойыздың жылдамдығы 5 км сағат артық жылдамдықпен жүрген. Әр пойыздың жылдамдығын табыңыздар дейді. Бізде маңызды білуіміз керек жолдың формуласын білуіміз керек. Ол деп отқандарыңыз жылдамдық пен уақыттың көбейтіндісі. Так, бізге керек теңдеу құру үшін жылдамдық керек. Так, сосын так, жол керек, сосын уақыт керек. Так, бірінші пойыз, екінші пойыз деп жазып қойыңыздар. Так, бірінші пойыздың жылдамдығы бізде бірінші пойыз екіншіден 1 сағат кеш шығып, екінші пойыздың жылдамдығынан 5 км-ге артық. Біріншісі екіншісінен 5 км-ге артық екен. Яғни біріншісі екіншісіне қарағанда 5 км артық жүр. Екіншісін x деп алатын болсаңыздар, мынау x қосылған 5-ге тең болады екен. Так, жолымыз нешеге тең болады? Так, 900 км еді, олар дәл ортасында қарама-қарсы жүріп бір-бірімен кездесті. Яғни олар ортада, жолдың ортасында кездесті. Яғни екеуі неше километрден жүрді? Жолдың ортасында кездесетін болса, екеуі 450 километрден жол жүрді. Так, мына кестені бөлек-бөлек салып қойыңыздар. Кішкене түсініксіз болып қалмасын. Так, енді мына жер маңызды бізге. Так, уақытты табу үшін осыдан не істейміз? Уақытты табу үшін жолды жылдамдыққа бөлеміз. Жолымыз 450 километр еді, оны жылдамдыққа бөлеміз. X қосылған 5-ке. 450 километрді X-қа бөліп жібересіздер. Так, енді сіздерде мына жерде маңызды 1 сағат кеш шықты. Бірінші пойыз екіншіге қарағанда 1 сағат. Сонда мынаның жылдамдық уақыты қандай? Аз ғой. Вот сондықтан мынада артық.
Сондықтан мынадан 1 сағатты азайтып тастайсыздар. Сосын екеуі кездесті дейтін болса, екеуі не істеді? Өзара уақыттары тең болады деп теңдеу құрамыз. Сонда сіздерде теңдеулеріңіз 450 бөлінген x қосылған 5 тең болады 450 бөлінген x азайтылған 1. Енді мынау теңдеуді біз шығаруымыз керек. Ортақ бөлімге келтіріп аламыз да алдымен. Ортақ бөлімге келтіретін болсаңыздар, мынау x, мына жерде бізде x қосылған 5, мына жерде бізде x қосылған 5-ке тең болады. Көбейтетін болсақ, 450x тең болады 450x қосылған 0,25 22-ді азайтылған x квадрат таңба әсер етеді. Қараңыздар, минус 5x таңбаға мұқият боламыз. Мынау 450x пен 450x жойылып кетеді. Мынау келесі жаққа шығатын болса, сіздерде x квадрат теңдеудің келесі жағына шығатын болса, плюс 5x минус 2250 тең болады 0-ге тигіз. Енді ары қарай теңдеу шешесіздер. Дискриминант 25 азайтылған 4 көбейтілген 2250. Мынау минус сіздерде әсер етеді. Мына жерде плюс қылып жібереді. Сонда бізде мына жақша алып керегіміз де. 25 қосылған 0,20 мынау 8 10 8 9 болды. 9025. 9025 сіздерде нешенің квадраты болады қазір? Так, 10.100-дің квадраты болса, сонда 95-дің квадраты ма? 9025 бірдің астында сіздерде 95-дің квадраты екен. 95-дің квадраты болады. Так, біз x1 мен x2-ні тауып алуымыз керек осыдан. Так, минус 5 плюс минус 95 бөлінген 2. Так, бірінші түбірі бізде азайтатын болсаңыздар минус 100, 2 бөлетін болсаңыздар минус 50. Қосып жіберетін болсаңыздар 95-тен 5 азайтамыз 90, 92-ге бөлсек 45 болады. Так, бізде жылдамдықты сұрап тұр, сондықтан оң мәнді ғана аласыздар. Так, бізде жауабы x тең болады, яғни жылдамдығы бізде 45 км сағат деп жауабына жазып қоясыздар. Так, енді бізде 15-ші есеп. Геометриялық прогрессия берілген. n 6-ға тең болса дейді. Онда бізде еселігі берілген және де bn берілген. n-нің орнына нешені қоямыз? 6-ны қоясыздар. Сонда 6-шы мүшесі бізде 3-ке тең болады. Так, бірінші мүшесін табыңыздар, сосын алғашқы n мүшесін қосып табыңыздар. Так, бірінші мүшесі түсінікті. 6-шы мүшесін табу үшін бірінші мүшесіне еселіктің 5 дәрежесін көбейтесіздер. Сонда бірінші мүшесін табу үшін 6-шы мүшесін еселіктің 5 дәрежесіне бөлеміз. 6-шы мүшесі бізде 3-ке тең. Так, еселігіміз 2-ден 1, 2-ден 1-дің 5 дәрежесі. Так, 16, 16 2 өсіміз 32-ді, 32-ден 1. Так, енді түсінікті 32-ден 1-ді, так, 32-ден 1, 3-ті көбейтесіздер 32-ке. Ол деп отқандарыңыз 96. Бірінші мүшесі бізде 96-ға тең екен. Так, енді бізге формуланы білуіміз керек. 6-шы мүшесінің қосындысын табу үшін. Формуласы бізде қандай еді? Бірінші мүшесі көбейтілген. Так, еселіктің 6 дәрежесінен азайтамыз 1-ді, еселіктен азайтамыз 1-ді. Бірінші мүшесі бізде 96-ға тең. 2-ден 1-дің 6 дәрежесі азайтылған 1. Так, 2-ден 1-ден 1-ді азайтамыз. Так, мынау минус 2-ден 1. 96 көбейтілген. Так, 2-ден 1-дің 6 дәрежесі. 32, 64-ті. 64-тен 1. 64-тен 1-ден 1-ді азайтатын болсаңыздар, түсінікті минус 64-тен 63. Так, енді мынау деген сөз сіздерде
кері санына көбейтіңіздер деген сөз. 96-ны минус 2-ге көбейтіңіздер. Так, мынау минус пен минус плюс қылып жібереді. Енді жазбай ақ қойыңыздар оны. Так, 2 көбейтілген 64, 63. Так, мынау мен мынау қысқарады сіздерде мына жерде 32. Так, мына жерде 1. Так, мынау мен мынаны қысқартатын болсаңыздар сіздерде. Так, 1, мына жерде 3 болады. Так, сонда бізде 189 болады екен жауабы. Бұл 6 мүшесінің қосындысы, алғашқы 6 мүшесінің жауабы. Так, бірінші мүшесі бізде 96-ға тең. Алғашқы 6 мүшесінің қосындысы 189-ға тең болады деп жазып қойымыз керек. Так, дұрыстап қараймыз. Сосын келесі нұсқаның есептерін жіберіп қоям. Соны шығарып көріңіздер өздеріңіз. Сау болыңыздар.